Мен бұл доллар гүлі хлороз ауруы болып ауырып осылай болғаннан кейін мен бұның топырағын ауыстырдым. Мына қараңыздар, қаншама қоспасы бар керемет топыраққа отырғыздым. Мына енді бұған мен 2 айға дейін тыңайтқыш бермеймін. 2 айдан кейін жаңағы 9 микроэлементов деген тыңайтқышты бере бастаймын. Мына өйткені мынаның ішіндегі қоспалары минералды қоспалар, олардың барлығында да микроэлементтер бар. Әр суғиған сайын ол азаяды құнары. 2 айға дейін бұл топырақтың жаңағы қоспаларының минералдары жеткілікті болады. Тек қана универсальный топыраққа отырғызбаймыз деп мен сол үшін айтамын. Оның ішінде минералды қоспалары болмайды. Одан кейін ол кәдімгі тек қана шымтезек бар ғой, көң. Соның қызметін ғана атқарады универсальный топырақ. Сол үшін оған торф қосу керек, оған көптеген қоспаларын қосу керек. Өте әдемі.